Баршаңызға сәлем, сіздермен жадыра. Бүгін сіздерге жаңа жылдық дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұратын осындай шырша іспеттес салатын жасалу жолымен бөлісемін. Жасалу жолы өте оп-оңай және қарапайым заттардан жасалады. Егер де видео қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Салатымызды дайындау үшін ең алдымен суға піскен сәбізімізді осылай майда үккіштен өткізіп, оны әдемілеп шыршаның формасына қолымыздың көмегімен келтіріп аламыз. Енді сәбіздің үстіне майонезімізді жақсылап әдемілеп жағып шығамыз. Сәбіздің үстіне кішкене тұз сеуіп жіберсеңіз болады, немесе тұзды суға пісірсеңіз де жеткілікті. Себебі пісіру уақытында ол тұзды өз бойына сіңіріп алады. Ендігі кезек тұзды суға қайнатылған біздің жұмыртқамыз. Оны да майда үккіштен өткізіп аламыз. Және де дәл осы форманың бойымен жақсылап жайып шығамыз. Енді жұмыртқаның үстіне банкадағы горохтарды осылай қасықтың көмегімен қойып шықтым. Енді горохтың үстіне жақсылап майонезді жағып шығамыз. Оның үстіне майдалап туралған шұжығымызды қойып шықтым. Егер шұжық болмаса, суға піскен, қайнатылған тауықтың немесе басқа да ет түрлерінен қойсаңыз болады. Мен енді осының үстіне соленый огурцыйды жақсылап майдалап турап қойып шықтым. Құрметті достар, егер де менің жасап жатқан салатым сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал егер де каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын міндетті түрде баса кетіңіз. Енді барлығының үстінен майонезді жұқалап, жақсылап жағып шықтым. Одан кейін суға қайнатылған, яғни тұзды суға қайнатылған картошкамызды да осы майда үккіштерден өткізіп, үстіне жақсылап жайып шықтым. Менің каналыма кірсеңіз, сообщество бөлімінде мен көптеген сауалнамалар жүргізіп жатырмын. Міндетті түрде кіріп, сұрақтарға жауап бере кетіңіз. Енді тағы да картошкамыздың үстінен майонез жағып шығамыз, жұқалап, әдемілеп барлық жағынан бір тегіс етіп шығамыз. Одан кейін үстін укроппен сәндеп шығамыз. Укроп себу міндетті емес, сіз өз қалауларыңыз бойынша басқа да жасыл түсті заттарды пайдалана отырып, салатыңыздың бетін сәндесеңіздер болады. Мен жұмыртқаны үккіштен өткізу барысында кішкене алып қалдым. Осы салатымыздың бетіне сәндік үшін аздап сеуіп шықтым. Барлығы да өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Қалаған жасыл түсті заттарыңызбен салатыңыздың бетін әдемілеп сәндей берсеңіздер болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай салаттың жасалу жолы өте оп-оңай, дәмді де әдемі болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Жаңа жылдық дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұратынына мен 100% сенімдімін. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнама тіркеліңіздер және де колокольчикті басып менімен бірге болыңыздар.